Үй жағдайында донор жасайтын боламыз. Тауық етін дұрыс маринадтау жолын көрсететін боламын. Сондықтан мұқият өткізбей қараңыздар. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті қажет болады. Видеодағыдай ұзынша соломка етіп турап дайындап аламыз. Тауықтың етін маринадтау үшін грильге арналған приправа, тұз, паприка және де сұйық май, 2-3 тісше сарымсақты салып барлығын жақсылап араластырып 15 минутқа қалдырамыз. Осы аралықта көкөністерімізді тураймыз. Қызанақ, қияр барлығын сопақша, яғни соломка етіп турап аласыздар. Және де мен фриді қолдандым. Мендегі фри дайын түрі осындай қатырылған. Майға қуырып аласыз. Осылай күшті болып шығады екен. Мен балаларым осы фри қатты ұнап қалды. Және де соусына майонез, кетчуп, укроп қосып жіберуге де болады осы жерде. Және де маринадталған тауық етін азғантай табағымызға сұйық май құйып, жақсылап араластыра отырып қуырып аласыздар. Күшті, сочный болып шығады тауықтың еті. Сосын жаңағы соусымызды, тураған көкөністеріміздің барлығын рет-ретімен саламыз. Сәбіз-салат салып жібердім. Сәбіз-салат салмауға да болады, ол өз еркіңізде. Дөңгелек лавашымызға салып, жақсылап орап, осындай гриль сковородкада екі жағын қызартып, қыздырып алдым. Бұндай жоқ болса, кәдімгі сковородкаға қыздырып алуға болады. Сіз аптасына немесе айына қанша рет донор жейсіз, комментарийге жаза кетіңіз. Негізі өзіме қатты ұнайды. Осы рецептпен жасап көріңіз.